уақытында 100 миллионнан астам қарызға кірдім. Дубайда тұрып келдіңіз. Өз-өзімнен қашып жүрдім бұл. Мына жақта ала алмаған признанияны шетелге барып, алып барып келдім деп ойламайсыз ба? Сіздің айтып отқан сөздеріңіз маған триггер ретінде тиіп жатыр. Қанша оборот қазір жасап жатсыз? 250-300 миллион теңгедей обороттар жасап жүрдім. Ақша табуға деген желание болады. Жалпы өзіңізбен сөйлесу арқылы жалпы бизнеске деген көзқарасты түсіндім да. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен тағы да бизнес талдау жобасы. Менің есімім Самат Ажыбеков. Және де бүгін бізде қонақта Жәнібек мырза. Жәке, бүгін бізден бір ерекше қонақ, айналыспаған, саласы жоқ. Мен бұрыннан да негізі танитынмын. Бірақ қанша біраз болып қалды, көріспегелі. Бүгін енді сізді эфирде көріп отқаныма шынымен қатты қуаныштымын. Енді өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, жалпы немен айналысасыз, не істейсіз, қазіргі таңда қандай запросыңыз бар, нені өзгерткіңіз келеді? Менің есімім Жәнібек Мақаш. Осы уақытқа дейін тоже айналыспаған жұмысым жоқ. 20-дан астам мемлекетте болдым, кәсіптер жасадым. Карантин уақытында 100 миллионнан астам қарызға кірдім. Сол долговой ямада жүрген кезде одан бөлек менде как неконструктивный, то есть адамдарға қызмет болды. То есть өзінде базовый білім бар, бірақ толыққанды сертификат алған, либо диплом алған, жаңағыдай психология болсын, жаңағыдай коуч қызметі болсын, ол кезде менде как толық болмады. Сол қарызда жүрген кезде мүмкін кәсіптен қорықтым бекен, ол кезде виза саласында жұмыс жасадым, шетелге адамдар жібердім, жаңағы белгілі бір шетелдік жұмыстар болды. Одан бөлек жаңа шетелден машина келдік, жаңағыда Корея, Дубай, Америка деген сияқты. Сол карантинде бүткіл мемлекеттер жабылды, бүткіл жаңағыдай мемлекеттердің регламенттері бұзылды. Солай енді психология саласына келдім. Жалпы мендегі запрос осы психология саласында. Енді менде 3 жерден доходтар түседі, определенный процентаж. Ол жаңағыдай машина саласынан, екінші виза саласынан, үшінші қазір психология саласынан. Енді в целом қазір мендегі запрос осы психология сервис саласын масштабқа шығару. Мендегі жаңағыдай запрос. Енді бұл жерде сосын жаңа бизнес процесстерді қалай реттеуге болады деген. Жақсы. Бұл жерде енді мышлениемен, бұл жерде және бизнестің процестері қозғалады деген ойдамын. Біздің алдыңғы шығарылымдағы кісі тура осылай тоже масштаб туралы келген болатын. И сізге сұрақ, масштаб деген сіздің ойыңызша не? Сосын тағы да сұрақ, не үшін керек сізге масштаб қазір? Давайте бірінші масштаб туралы сөйлесейік. Сіздің ойыңыздағы картина айтыңызшы. Масштаб деген өзімнің интерпретациямда, өзімнің түсінігімде, мысалы, мен бірінші тест жасаймын өзім салама, жаңағы таргет жіберемін, реклама жіберемін, определенный өзімнің бар білгеніме, ресурсымен определенный жаңағыдай результаттар шығарамын, нәтижелерді, факттарды. Например, 10 миллионға дейін, 20 миллионға деген сияқты. Өзім болған кезде, масштаб деген ол жерде уже жаңағыдай филиалдарды ашу, бәлки жаңағындай мүмкін доходты X100, X50 деген сияқты өзімнің жаңағыдай деңгейімде, соны масштаб деген менің түсінігімде. Қазіргі табысыңызды көбейту. Көбейту және өзімнің бизнестерімді де тоже уже масштаб белгілі бір қазір микро болса, оны кішкене уже определенный. Жақсы. Масштаб қазіргі қалап тұрғаныңыз ол психология жақтан ба, или жалпы үш бизнесті айтып жатсыз ба? Қазір мен именно психология саласынан, өйткені бірінші банкрот кезінде сәл қорқыныштар пайда болды, қайтадан виза саласына кіру, одан кейін сол кезде жаңағыда соттар болуы мүмкін, басқа бір проблемалар болуы мүмкін. Соған кішкене қорқақтап отырмын ол салаға қайтадан жасауға. Бірақ осы психология саласын кеңінен тарап сервисіне жаңағыдай клиника секілді, сол секілді масштаб шығарғым келеді. Не береді сізге ол? Жақсы шықтыңыз масштабқа, не береді? Кайф береді. Қандай кайф береді? Удовольствие береді. Қазіргі жасап жатқан жұмысым, то есть неудовлетворенность дейді ғой. То есть белгілі бір потокқа жетілді, бірақ уже ары қарай өсу кішкене затормаживаться етіледі. Көңіліңіз толады сіз өз-өзіңіздің ба, или басқа біреудің көңілі толу керек болып тұр ма? Шыңыз айтыңызшы. Өзіңіздің ба? Өзімнің. Неге қазір көңіліңіз толмай тұр? Көңілім толмайтын себебі
бір орында тұрып қалдым ба деген жаңағындай бір белгілі бір дискомфорттар бар да. Кімнің көз алдында бір орында тұрып қалдыңыз? Кімнің көз алдында? Енді бұл жерде бойлға кішкене кіру қиындау болады, бірақ негізі өзімнің көз қарасында бір нәрседен қалып бара жатырмын ба деген сияқты да, осы нарықтағы. Мысалы, осы психология саласында, мысалы, россияндық болсын, украиндық болсын, бәлки европалық болсын, сол жаңағы ортадан неге қолымнан келмейді, оны жасауға болады ғой деген сияқты, мүмкін өзімдегі скиллдар. Кішкентай кезіңізде жұрттың баласымен көп салыстыратын ба еді? Сіздегі классика ғой енді ол. Салыстырмайтын еді. Салыстырмайтын еді, бірақ өзім әжемнің баласы болдым. Кіммен жарысып жатсыз деп тұрмын ғой мен негізі. Кіммен жарысып жатсыз, кімге нені дәлелдегіңіз келіп тұр жалпы. Сол болып тұр да сұрақ. Өз-өзімен дәлелдегім келеді. Так. Жақсы, давайте қазір айналып келеміз. Бағана сұраққа мен әлі неткен жоқпын. Жоқ, жауап алмадым да. Сіз мысалға, мен бұрын білетінім, сіз визаны жасайтын едіңіз. Виза жасап жүрдіңіз, бір кезде тағы жоқ болып кеттіңіз. Сол кезде сіз қарызым бар деп жүрген едіңіз. Қарызым бар деп жүрген. Сосын Дубайда тұрып келдіңіз. Дубайда, Турцияда. Қанша уақыт тұрып келдіңіз Дубайда? Дубайда 5,5-6 ай тұрдым. 6 ай тұрып келдіңіз. Оға не себеп болды баруға? Опять же, өз-өзімнен қашып жүрдім. Былай психология жағынан айтады, өз-өзімнен қашып жүрдім. Себебі Қазақстанда типа маған орын жоқ сияқты болды. Шетелден өзім табатын шығармын деген сияқты бір чувстволармен жүрдім да. То есть Турцияда 6 ай тұрдым. Одан кейін неге келдім? Дубайға келдім. Турцияның алдында Қырғызстанда бір ай жаттым. Мүмкін там бір нәрселерді көретін шығармын, алатын шығармын деген сияқты. Ең соңында түсіндім, что Қазақстанға обратно келдім, уже қазір. Турцияда тұрдыңыз? Бірінші Турцияда тұрдыңыз, содан кейін барып Дубайда тұрдыңыз ба? Дубайда тұрдым, иә. Турцияда қанша тұрдыңыз? 6 ай тұрдым. 6 ай тұрдыңыз, плюс Дубайда 5,5 ай. 5,5 ай тұрдыңыз. Сосын кейін болмады дедіңіз дағы, қайтып келдіңіз. Қайтадан келдім Алматыға. Келген кезде қандай ощущение болды? Свобода болды. Свобода болды. Өз елім, өзім жаңағындай жерім. Басқа мемлекеттерге. Жақсы, не әсер етті келуіңізге? Келуіме өзімнің қорқыныштарым да жеңе алғаным болды. Бұрын андай болатын, мүмкін Қазақстанда жүрген кезде кәсіп жасау кішкене опасно деп ше, кәсіп жасау опасно, қадалып қала бересің дегендей ше. Бірақ по факту жақсысың, бірақ өз-өзіңмен қалған кезде жаңағындай кәсіптен қорқатын болып шықтым да. Сол ойларды, осы қорқыныштарды жеңген кезде Қазақстаннан жақсы ощущение алдым. Оказывается, можно дегендей ше. Соны шетелге барып жеңіп келдіңіз ғой, иә? Шетелде жатып. Общий санағанда бір жылдай. Қайтадан жаңағы дәлелдеуге байланысты. Мына жақта ала алмаған признанияны шетелге алып барып келдім деп ойламайсыз ба? Жалпы мен қазір бұл сұрақтардың барлығын не үшін қойып жатырмын? Біз сізді не тормоз етіп жатқанын білсек, ары қарай қалай шығу керегіне тез бара аламыз да. Қазір мен ашық болуға, мен барынша защищать етпеуге, маскамды барынша шешуге тырысып жатырмын. Өйткені әр сұрақ қазір маған больно тиіп жатыр да. Өйткені өз-өзінен қаша алмайсың. Осы разговорға, осы ниетте де келдім да, давай тоже шығайын, скиллдары шығайын, ел халыққа шығайын, ол кәсіп жасаған кезде надо проявляться, адамдардың алдына шығу керек деген. Өте дұрыс, өте дұрыс. Негізі сұрақ орынды ғой? Орынды, орынды. Сіздің айтып жатқан сөздеріңіз маған триггер ретінде тиіп жатыр, бірақ барынша өзімді қарсы алып, сопротивление тырысып жатсыз. Бірақ ауруын жасырған өледі деген бар. Мен жалпы общий схеманы түсіндірейін, сізге айтайын, көрермендерге қарап айтайын, барлығына түсінікті болу үшін. Жалпы біз осы уақытқа шейін кішкентай болып өстік, осы уақытқа шейін келдік и әртүрлі жағдайда өстік. Әркім әртүрлі жағдайда өсті. Біреулер қиын жағдайда өсті, біреулер жақсы жағдайда өсті, әртүрлі болды. Соның арқасында біз қазір соның көрінісі болып шыға келеміз. Біздің ішімізде бір нәрсеге деген қорқыныш бар, біреу мысалы мысықтан қорқады деп, біреу иттен қорқады, сондай сияқты әркімнің әртүрлі қорқынышы бар. Ол бір адамнан қорқады біреу мысалға, дұрыс па? Біреу атасынан қорқады деген әртүрлі қорқыныштар бар да. И дәл сол қорқыныштар сенің қазіргі жасайын деп жатқан әрекетіңе мешет етеді. Қазір сіз айтып жатсыз, мен сізге сұрақ қойған уақытта сіз олмады, сізге тиді деп жатсыз. Мен жобамен түсініп тұрмын да, негізі сіздегі қорқыныштарыңызды, сіздегі жаңа дәлелдегіңіз келетін нәрселерді, сол үшін сол сұрақты қойып жатырмын да, ол қойып жатырмын, сіздің сол ішіңіздегі жаңа қорқынышыңызға келіп тиіп жатыр.
Ол барлық нәрседе болатын, барлық адамда болатын нәрсе да. Мен сізбен жаңағы психологияның төңірегінде не үшін сөйлесіп жатырмын, потому что сіздің негізгі неңіз қазіргі жұмысыңыз соған байланысты. Одан кейін сіздің масштабқа шыға алмай жатуыңыз да соған байланысты мүмкін. Себебі бір әрекетті жасайын деп жатқан кезде сізде оның артында бір қорқыныш тұрған сезесіз дағы, сіз ол әрекет жасамайсыз. Енді біз разбор жасау арқылы біз сол қорқынышқа баратын жолды мүмкін табуымыз мүмкін да қазір. Именно сол жаққа қарай бар деп ше. Иә. Бірақ мысалға мен бағана сұрақтарда сіз көбінесе деп ойлаймын деген нәрселер бар да. Деп ойлаймын деген нәрсе ол сыртқы көрініске сай болмауы мүмкін. Ол сіздің басыңыздағы картина болуы мүмкін. Сыртқы көрініске сай болу үшін просто алу керектен сол жаққа бару керек. Барған уақытта ғана сіз сезесіз да оны ше. А сіз қорқынышты болғаннан кейін сіз жаққа бара алмайсыз. Алдын ала пәтуа шығарып. Иә, бір жаңағы пәтуаларын шығарып аласыз да, одан қарай бармайсыз, қорқасыз. Соның әсерінен дейміз ба, кесірінен дейміз ба, сіз қалаған нәтижеге жетуіңіз өте қиын болуы мүмкін. Біздегі көп адамдардың үлкен оборотқа жете алмауы да осыдан байланысты болуы мүмкін да. Мен сізге бағана сұрақ қойдым, жұрттың баласы деген. Біздерде ол миымызға құйып тастаған нәрсе да. Салыстыра береді. Біз бойымызға соны сіңіріп алғаннан кейін әрқашан біреуден мықты болғымыз келеді. Бірақ өзіміз түсінбейміз не істеп жүргенімізді. Біз әйтеуір бір әрекет жасай береміз да. Не үшін жасап жатсың десе, лучше болғысы келеді. Бірақ лучше болғысы келетіннің арқасында, признание алғысы келеді, біреудің сені мойындағанын қалайды да. Соны қалап тұрады. Бірақ оның артында өзіне бақыт беретін ештеңе жоқ. Ол просто тупо салыстыра береді. Ал сізді бұрын салыстырған адамдар оны баяғыда ұмытып қалған негізі. Біз оны баяғыда ұмытып қалған. Бірақ сенің ойыңда сен именно сол адамға барып доказ ете бергің келеді да. Ана адамнан лучше болсаң, бір күшті сезім болады өзіңде. Бірақ ана адамға ол бәрібір. Адамға бәрібір. Bir күн ол оны вообще саған назар аудармайды да. Сен өзің қуып жүресің, бір күні қарайсың да, мен барлық мақсатым мынаған дәлелдеу еді ғой. Мен дәлелдедім, бірақ ең соңында мен қалаған эффекті алған жоқпын. Есесінен қайтадан бір потеряға түсіп кетесің да. Жүресің, одан кейін миың ашып, не істерін білмей. Сол үшін сұрақ осы төңіректе болған еді да. Енді жаңағы бізде сұрақ қалай болды? Қай кезде сіз келуге бел будыңыз? Жүрдіңіз. Дубайдан, шетелден жалпы Қазақстанға келу керек деген бір шешімді қай кезде шығардыңыз? Қандай, не әсер етті жалпы? Қысқаша айтып берейін. Мен былай болды. Турциядан Дубайға келдім. Бардым. Дубайдан обратно Турцияға келдім. Турцияда бір ай тұрып, сосын ар жағынан Грузияға барам дедім. Грузияда Батумиде тұрып, жаңа Батумидің границасына мені өткізбей қойды, сақалға байланысты. Грузиядан өте алмай, сосын обратно Анкараға келіп, сол жаңағы граница мен Анкараның ортасында жолда кетіп бара жатырмын да. Так, ойға келдім. Қазір Грузия өткізген жоқ. Мен Грузияға баратын кезде 6 айға уже план құрып тастадым. Там примерно осындай өзім әрекеттерім жасайын деп. И Анкараға бара жатқан кезде уже бір ойға түсімде мен кімнен қашып жүрмін? Мені не қорқытып жатыр? И оказывается, түсініп келе мен бұрынғы қарыздарымның кішкене қарыздар қалды. Сол қарыздардағы адамдардан қашып жүрмін. То есть олар маған там қарызды қашан қайтарасың деп айтады, бірақ мен өз-өзімнің как панический атаке болды да. Мүмкін жаңағындай бір ұрып кетер ме екен, соғып кетер ме екен, мүмкін там соттап жіберер ме екен деген сияқты. Мүмкін сондай бір қорқыныш болды. И сосын Алматыға келген кезде по факту ештеңе болған жоқ, өз-өзімнің иллюзиямнан өз-өзімнен қорқып жүрдім. Сіздің картинаңыз басқа болды, Алматыда оказывается басқа екен. Басқа. Жақсы. Осы түрткі болды ғой. Жалпы қазіргі жұмысыңыз туралы айтыңызшы. Жалпы қазіргі жұмысым негізі в основном энерготерапия, коучинг, одан кейін жаңағы ПФР деген психофункциональный разблокировка, жалпы адамның бейсаналы конфликттермен жұмыс жасап, жаңағы бірінші сверх жаңағындай эмоциялармен жұмыс жасап, эмоциональный нарушениелермен жұмыс жасап, сондай қызмет көрсетіп жатырмын. Қазір енді менде көп келіп жатқан клиенттер сарафаннан келеді, инстаграмнан келеді. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмын. Адамның энергиясымен, одан кейін басындағы белгілі бір бизиктармен. Сіздің негізге қатты кірмей-ақ қойған, жарайды, общий бір түсіндіріп өттік. Цифраларға келейік онда, қанша оборот қазір жасап жатсыз? Именно психологияда ма? Именно осы психологияда соңғы есептегенім 4,5-4 миллион 650 мың теңге. Соңғы айда. Алдыңғы ай 3 миллион 800,
оның алдынға 4 миллион 200, до 5 миллионов. Давайте фиксировать етіп алайық, фиксировать етіп алайық. Жәнібекті жазайын. Так, 2 айдың оборотын айтыңызшы. Осы ай 4 миллион, так. Апрель ғой, Апрель. 4,5 миллион деп алайық, 4,5 миллион. Так. Плюс 4,5 миллион, алдыңғы ай 3 миллион 800. Қанша, 4 миллион? Осы ай былай общий былай алатын болсақ 4,5 миллион. Апрельде. Плюс 4,5 цифралар бар, 4,5. Алдыңғы ай 3 миллион 600. 0,3 ай? 0,3 ай, қанша? 3,5. Жақсы. Бұл таза пайда ма, или шығын бар ма? Бұл оборот. Оборот. Менде қазір командада тек таргетологым бар. Біз таргетолог, өз маркетолог. Оған 10% беремін. Общий обороттан, Общий обороттан беремін. Тағы кім бар? Жалпы шығындарыңыз айтыңыз, шығындарыңызды. Шығындар менде компанияға кетеді. 10% жаңағындай маркетолог, таргетологқа беремін. Так, 10%. Одан бөлек помещение 200 теңге болды. Помещение қанша? 200. Так, бұл аренда, Аренда. Жақсы. Неше? Таргетке қанша жұмсайсыз? Таргетке алдыңғы айда біз общий $200 кетті. 196 ма, $200 кетті общий бір айға. Бірақ енді таргеттен адамдар келеді Инстаграмға. Инстаграмдан определенный прогрев арқылы жүреді. Но менде в основном осы цифр неден келеді? Сарафанкадан келеді. Просто сол факт айта алмай жатқаным сол да. Именно жаңағындай по маркетинг жағынан. Өйткені менде в основном тағы да цифра жоқ, короче. Нақты цифра жоқ, бұл сарафанка. Например, бір күнде мен 8-10 адаммен жаңағындай жұмыс жасаймын. Жалпы енді жақсы, сарафанкадан келеді, басқа келеді. Бізге бірақ таргетке қанша сумма жұмсайтынымыз білу керек болды. Таргетке алдыңғы $196 болды. $196. Теңгемен қанша болады? Жалпы бір 90 мың теңге ғой. 90 теңгенің көлемінде болады, 90 мың көлемі. 90 мың теңге таргет, Жақсы. Сонда бізде 10% болатын болса, мұны қанша болады? 450 мың теңге бола ма? Жобамен, 450 мың теңге болады, плюс аренда 650 мың теңге болады, плюс 90 мың теңге, 740 мың теңге бола ма? Вообще 740 мың теңге болады. Жақсы. Алдыңғы айда көргенде сол 840 мың теңгедей сол кеткен екенде расход па? Расход. Таза пайдаңызбен сай келе ма? Егерде 4,5 миллион теңге оборот жасасаңыз, 740 мың теңге алған болатын болсаңыз, где-то бізде қанша болады? 3 миллион 760 мың теңге бола ма? Примерно. 3,5 миллион теңгедей, ошып олай. 3,5 миллион теңге. 2,5-3,5 миллион теңге табаспайна? Жақсы. Енді сіздің қалауыңыз осыны арттыру, көбейту. Бұрынғы карантин алдың, карантин кезіндегі 100 миллион мысалы қарыз болды ғой. Ол кездерде мен шамамен общий 250-300 миллион теңгедей обороттар жасап жүрдім. Бірақ ол кезде енді 250-300 миллион оборот жасап жүрдім. Осы психология саласында сол неге шығаруым келеді, бірақ бір жылдың ішінде шамамен. Так, жақсы. Именно мынаны ма? Осы психология сервисін. Жақсы. 4,5 миллион оборот, 4,5 миллион оборотты қанша клиентпен алып келдіңіз? Немен? Қанша клиент? Қанша клиентпен? Менде қазір чек каждый терапия 20 мың теңгеден. Так. Одан кейін, одан бөлек жаңағы
кейбір кісілер жекемен 2 айлық программа бар, ол 300 мың теңгеден болады. Сонда қалай шығарамыз оны средний? Енді бұл да средний, енді в основном қазір мен бірақ инфобизнес жағын алатын болсақ, ол енді бәрі жерде араласта. 20 мың теңгеден мысалы мен күніне 18 бен 10 клиент аралығында жұмыс жасаймын. Күніне ма? Күніне. Жақсы, онда көбейтіңіз онда. Бірақ енді арасында болады бір екі жаңағындай адамнан болады, арасында жаңағындай 3 клиентпен жұмыстан, бірақ в основном егер среднийді алатын болсақ, менде 6 мен 7. Егер общий бір 7 адам бір күнде ма? Иә, 7 адам бір күнде. Сонда 210 адам бола ма бір айда? 210 адам болады. 20 мың теңгеге ол, 20 мың теңге. Бірақ арасында жаңағы 2 айлық программаларды алады. Жақсы. 20 мың теңгелік 210 адамды көбейтіңізші, қанша болады? Менде калькулятор жасаймын. Так, плюс жаңа не айттыңыз? Айта кететін зат бар, сосын бірақ 20 мың теңге мен оған дейін 10 мың мен 15 аралығында болды. Соңғы айда сосын 20 мыңға көтердім, соны ұмытып кеттім мен айтуға. Мына айда көтердіңіз ба? Соңғы апрельде көтердім мен 20 мыңға. Бірақ осыған дейін 15 мың мен сондай сомасы болды. Жақсы. Бізде сонда 90 мың теңге тарифке кететін болатын болса, 428 теңге литтің құны болып тұр. Бұл менің ойымша өте жақсы көрсеткіш, почти $1 ғой, почти $1. Бір клиенттің, бұл клиент қой, бұл клиенттің бағасы. Ал егерде лид болатын болса, лид бұдан да көп қой. Лид, бұдан да көп. Жақсы. А лидтермен кім сөйлесіп жатыр? Келген обращениелермен? Лидпен ешкім сөйлесіп жатқан жоқ. Өйткені мен өзімнен терапия жасаймын. Мына жағынан бір менеджермен сөйлескем, оның қызбен әлі біз тұрсап. Жақсы, давайте сіздің рекламаңызды көрдім мен. Инстаграм сіздің рекламаңызды көрдім. Сонда мен сізге жазылам деп жазам. Кім жауап береді маған? Бізде автоматически жаңағындай мини-вебинар бар, соған өтеді. Одан кейін сообщение ассистентке өтеді. Жаңа таргетолог. Рекламаны көретін болсам, вебинарға қалай лақтырады мені? Инстаграмдағы чат-боттан. Инстаграмда чат-бот тұрады, чат-боттан вебинарға лақтырады. Вебинардан көреді адамдар, содан кейін барып обратно Инстаграмдағы чекке ақшаны жібереді. Ал қалғанда ол барлығын автомате бола ма или клиент автомате болады? Автомате болады. Жақсы. Вебинарда қанша адам отырады? Енді біз жерде вебинардың ішінде отырмайды, как бізде дайын видео, Инстаграмнан дайын видеоны жібереміз, сол видеоны көреді. Егер отклик жасағандар бір күнде қанша адам көреді мысалы вебинарда? Алдында біз таргетологпен көргенде бір айда дейікші. Біз бір күнде 28 болды. Бір күнде 28 адам көрген. 28 адам көрді, бір айдағын білмейсің ба? Жоқ, бір айдағын көрмедік әлі. Бір күндік деген қиын ғой, себебі бүгін 28, ертең 40, ары күні 10. Бірақ әлі біз бір айдың толық шығарған жоқ, себебі сол жаңа бизнес процесстегі проблемаларды осы жағынан менде қазір ступор болып жатыр да, есептеу жағы. Сізде білесіз ба, вообще көрсеткіш деген мощный көрсеткіш қой негізі. То есть қалай сіз 90 мың теңге айына рекламаға жұмсайсыз да, 2,5 миллион теңге, как минимум 3 миллион деңізші, средний 3 миллион. 90 мың теңге жұмсайсыз да, 3 миллион теңге таза табыс. Бешеный көрсеткіш қой негізі. Инстаграмда бағана айттым ғой, сарафанкаға менде 3 жарайды, сарафанка болсын, жарайды. 3 кісі бар, сол 3 кісіден маған поток келеді. Неғын 3 кісі ол? 3 кісі ол сетевой ма не? Жоқ, сетевой емес. Ол бір жағы жаңағы именно осы жынмен ауырып жүрген кісілер. Ойбай. Өйткені осы Қазақстандағы Қаскелеңдегі сол 3 кісі бар, сол 3 кісінің жаңағындай проблемалары клиенттің жаңа психологиясына болды. Мен де сол жақтан келеді. Мен сол нақты айта алмай жатқаным сол да. Сіз сонда жын шығарасыз ба? Мен жын шығармаймын, именно жын белгілі бір эмоцияларды отырады. Біз қазір сондай в общем связаны дейсіз ғой сол жақпен, сол жақпен связаны. Мен сол айта алмай жатырмын да, Инстаграмдағы әлі фактпен менде цифр жоқ әлі. Сол 3 поток сол жақтан келеді менде. Қанша адам келеді ол жақтан сонда? Күніне мысалы қазірдің өзінде таңертеңнен 15 адам жазды. 3-тен 1 бөлігі хотя бы Инстаграмнан келе ма? 3-тен 1 бөлігі келеді. Жақсы, 3-тен 1 бөлігі болатын болса? Жоқ, 3-тен 1 дегенде 3-тен 1 емес. Себебі кеше осы бір күн бойы, бір күн таргет жібердік, $19 кетті, 20 адам жазылды, оның
20 адамның, то есть 20 мен өтірік айтамын, 20 адам келді, 20 адамның 5-еуі Excelге жаңағы толтырды, мен осында проблемам бар деп. Сол 5-еуінің 3-еуіне сөйлестім. 3-еуінің біреуі 5.000 теңгеге предоплата қалдырды, екіншісі уже толық 75.000 теңгелік терапияға жазылды маған. Ол соңғы цифр. Осы жақында. Енді жақсы, бұл бір күндік цифр. Бір айлық емес, ол бір айлық емес. Енді маған жобамен айтыңызшы. 3 миллион теңге дейсіз ғой, мына жақта средний, 3 миллион теңгенің 1 миллион теңгесі хотя бы Инстаграммен келе ма? Инстаграмнан келеді. Или одан аз ба, одан көп па, қалай? Енді 1 миллион емес, маған 600-650 мыңға келеді. 600-650 мыңға келеді. Қалған барлығы терапия жазылады, жеке наставничество жазылады. Ал хорошо. Қалғанның барлығы сонда жаңа 2 кісіден келе ма? 3 кісіден келеді. 3 кісіден келеді. Ол кісі қаяқтан болдыңыз? 3 кісі өзімнің таныстарым, менде таныстарыңыз. Таныстарым, сол кісілермен зоопарктен үйлеседі. Жақсы. Енді мен енді білмеймін сіздің бизнесіңіз қандай екенін, бірақ әйтеуір пайдасы тиіп жатыр деген ойдамын адамдарға ше. Егер де пайдасы тиіп жатқан болатын болса, именно жаңағы 3 кісі дедіңіз, 3 кісі сияқты басқа кісі таба алмайсыз ба? Тағы да? Тағы да қосуға болады. Бола ма негізі, ондайлар бар ма? Негізі осы қазір Қазақстан бойынша жынмен ауырғандардың саны өте көп. Сосын мен подкастқа шыққым келгені бар. Осы просто былай опять бұл жерде маркетинг емес, бұл жерде как андай не арқылы кетеді да, өзіңнің нені сату. Ондай болатын болса, күніне сіз мысалға 7 адамнан көбірек қабылдай аласыз ба? Қаншалықты қабылдай аласыз? Күні кеше 9 адам қабылдадым. Алдында 11 адам қабылдадым. Опять же, бұл жерде 11 адам қабылдағаннан кейін қандай состояниеде боласыз? Не только психология бұл жерде. Мен психологиядан да бөлек жаңағы басқа да терапиялар жасаймын. Қараңыз. Ол сол неден кейін мен өзім состоянием. Иә, шаршап қалмайсыз. То есть айтайын айтқаным, бір күнде максимально поток келіп, ертесі күні шаршап қалмайсыз ба дедім да? Арасында мен 4 күн демаламын. 4 күн демаламын. Әр пятница сайын немесе воскресенье сайын. Бұл жерде, опять же, өзімнің жаңағы супервизорларым бар, өзімнің психотерапевтерім бар, олармен жұмыс жасаймын. Мен қалай жұмыс жасап жатырмын, қалай әрекет жасап жатырмын, дұрыс па дегендей. Ол кезде өзім состояниемді да ішімдегін ашып береді. Жақсы. Значит, біз 210 адамды қаншаға шейін, бір күнде қанша адам сіз қабылдай аласыз? Бір күнде егер былай в среднем алатын болсақ 5-7. 5-7. Одан бері тағы да өзім қасымда тоже как партнер көмекші бар, ол тоже жаңағында психология саласында. Егер мен үлгеремен жатқанда, мен сол кісіге жіберемін. Шәкірттеріңіз бар айтқанда, шәкірттер бар. Жақсы. В вашем случае мен не істер едім? Мысалға, жаңағы поток келіп тұрған кісілер бар ғой, сол кісілердің санын көбейтетін. Сол кісілердің санын көбейтемін. Өйткені біздің мына жақтағы көп цифраларыңызды сол беріп тұр да. Екінші очередте креативтерді қарайтын негізінде. Қандай креативтер жалпы болып жатыр? Креатив деген таргеттегі креативтер ма? Иә. Таргеттен келе ме адамдар? Иә, таргеттен келеді. Үшінші очередте сіздің өзіңіздің жеке парақшаңызды дамыту жолын қарайтын. Егер де мынау мысалға 2,5 миллион, 3 миллион теңге деген, в принципе, азды көпті нормальный ақша ғой негізінде. Бұндай сума тауып жатсаңыз, сіз өзіңізге командаға тағы 1-2 адамды алуға мүмкіндігіңіз бар. 0 емес қой сізде қазір. Не істер едім? Сіздің парақшаңыздың, жеке парақшаңызды дамытуға тырысатын едім. Жеке брендті, толы визуалды дегенде. Иә, сіздің парақшаңызды дамытатын едік. Сосын мен просто көп кәсіпкерлерді түсінбеймін да. Түсінбеймін дегенде қалай енді, ол да по-своему бір потолок, ол да по-своему бір қалай дейді? Заторможение. Заторможение, сондай стоптар бар, неше түрлі ше. Мысалға, ана жерде де көрініп тұр да, негізі, енді, конечно, ол кәсіптің ішінде жүрген адамдарға дұрыс көрінбейді. Мысалға, разбор жасаған уақытта ол четко көрінеді. А так айтатын болатын болсақ, барлығы элементарно. Сіз 90 мың теңгенің орнына, мысалға, тоже неге көтермейсіз? Неге 200 мың жібермейсіз? Неге 300 мың жібермейсіз? Неге 300? Мынандай ғой алгоритм. Есть, короче, расходы, рекламаға жіберетін, одан кейін себестоимость, тең, таза пайда. Енді қалғаны пайда, стоимость,
стоимосттан аласыз расходы на рекламу, одан аласыз минус себестоимость. Себестоимосттың ішіне барлық сіздің расходтарыңыз кіреді. Офисный расход, қызметкерлер, анау мынау, соның барлығы кіреді. Тең пайда қалса, мынаны ұру керексіз ғой сіз. Рекламаны ұру керексіз, да? Түсіндіре алдым ба? Айдың соңында есептейсіз. Оборот, одан минусовать етесіз рекламаның суммасы, одан минусовать етесіз себестоимості, тең таза пайда қалды ма? Болды, сіз рекламаға ұра беру керексіз, да? И одан кейін бұл жерде сіздің өзіңіздің, мен не үшін сұрадым бағана, айына қанша істей аласыз деп. Сіздің көтере алатын объемыңыз бар. Сол көтере алатын объемды білу үшін сіз максимально не ұру керексіз, да? Газды максимально басу керексіз. Бір объемға келгенде сіз тормоз ете бастайсыз. Сол сіздің пигіңіз, да? Сол пикқа шейін келу керексіз. Жалғыз өзіңіз келу керексіз. Ары қарай сіз үлгермейсіз, бірақ қалауыңыз одан да өсіп тұр. Ол кезде сіз көмекші аласыз. Көмекші аласыз, мысалға айтайық, сіздің қалауыңыз, сіздің объемыңыз жасай алатын өзіңіздің объемыңыз 300 дейік, мысалға. 300-ге шейін алып келетіндей қылып, сіз рекламаның суммасын жасайсыз. Көтересіз. Рекламаның сумманы көтерген уақытта сіз күніне общий айына шаққан кезде 300 клиентті обработка жасадыңыз. Болды, ары қарай сіз уже никак істей алмайсыз оны ше. Никак істей алмайсыз. Үлгермейсіз ғой. Объем. Сіздің өзіңіздің жасайтын уақытыңыз жетпейді оған айтқанда. Бірақ сіздің қалауыңыз одан да жоғары болып тұр. Ары қарай тағы да көбірек табу керек, потому что мынау деген сияқты өзіңіздің жеке қалауларыңыз бар. Ол кезде уже жай бір көмекші аласыз да. Сол көмекшіге көмекшінің объемын толтырып бересіз тағы да. Ары қарай. И тура осы схемамен ары қарай кете бересіз. Бағанағы сіздің айтып жатқан жаңағы үлкен клиникаңыз осы кезде ғана құралады. Біздерде алаттаған үлкен бір схеманы алып алады, қиын бір схеманы алып алады. Сөйтеді дағыны миын аштап жүреді, сразу аттан 5-6 адам тауып алады. Оған не таргетологтың шамасы келмейді мысалға лид алып келуге. Мына жақта аналар миын аштады, бізге жаңағыдай клиент бер деп. Одан кейін жүреді потолок, финансовый, бір бәле, выгорание деп, бір бәлелерді ойынан шығарып алады. Проблеманы бірақ өз создавать етіп берді өз-өзіне. Сол үшін адам кішкене шамасына қарап жасау керек қой негізі. И потихоньку, бірақ сіздің айтқан бағанағы бір жылда барғым келеді дегені жақсы. Себебі бір адамдар 2-3 айда срочно байып кеткісі келеді. Сөйтеді дағыны жаңағындай қиын схеманы алып алады и миы ашып жүреді. А так, в вашем случае негізі барлығы нормально. Если мен түсінем, если сізде жаңағындай 90 мың теңге жұмсадыңыз, бірақ айына 50 мың теңге тауып отырсыз. Ол кезде уже схема өте қиын. Ол кезде қиын. А так сізде мысалға жаңағы 3-тен 1-і егерде шынымен Инстаграмнан келетін болса, 90 мың теңге жұмсап, ол 1 миллион теңге табу, ол дегеніміз X10 ғой. X10 дегеніміз ол өте жақсы көрсеткіш. Өте жақсы көрсеткіш. X10-ыңызды сіз ұстап тұрып, ары қарай табит ете берсеңіз болады. Бағанағыдай тағы да адам санын көбейтіп, Инстаграмды қосып, әлеуметтік желіні қосып, одан кейін уже ары қарай сол базаны қасыма көмекшілер алып, уже масштаб. Сосын тағы да сіз негізі бірінші адам емессіз, осы цифраларды жасамай жүргенше. Мен қанша кісімен сөйлесем, эфирден тыс былай сөйлесем, барлығында цифра жоқ. Мен бұл қате менде де болған. Бірақ мен қазір түсінбеймін да, болады ғой енді өзіңде бұрын болған қатең түзеп аласың да, басқаларға қарап неге істемейсің деген сияқты. Менде тура сондай. Оңай ғой дегенде. Негізі оңай. Негізі оңай. Істемей жүрсең ол қиын да. Бір істеп аласың ғой. Ол оңай. Ол жаңа айтып отқан цифра. Цифрасыз біз ешқандай жаққа қарай бара алмаймыз. Ештеңені өзгерте алмаймыз. Мысалға, мына цифраларды қазір хотя бы жобамен мен сізге шығарып бердім. Бұл цифралар сіздің өзіңіздің басыңызда жоқ та, ол ше. Сіздің басыңыздағы бар цифра ол оборотпен таза прибыль болып тұр болды. Дұрыс па? Солай ғой? Плюс-минус арасында. Оборотың қанша 4,5 миллион теңге, таза пайдан қанша 3 миллион теңге болды. Бізге барлық цифраларды білу керек. Компания сіздікі ма? Сіз компанияда болып отқан каждый цифраны білу керексіз. Ол үшін өте көп инструменттер бар негізі, цифраға алып келетін. Оның бірі мен алдыңғы эфирлерде де айтқам, ол бізде RMP таблицалар. RMP таблица ол переводы рука на пульсе. Сіз бизнесіңізді всегда пульсын ұстап отырасыз. Хотя бы содан бастаңыздар, хотя бы. Ол сіздің каждый күнделікті движениеңізді көрсетіп отырады. Жаңағы жүрегінің соғысы дейміз ба, басқа дейміз ба, анау болады, врачтар тамырын ұстап отырады, барлығын деп отырады, айтып отырады. Тура сол сияқты боласыз, RMP-ді қосқан уақытта ше. Сондықтан четко цифра керек. Цифра болмай сіз ешқандай, былай ғой, бұрыныңды білмей, алға қарай. Бір қателікті қайтадан жасап жатыр екенмін да, осы мен визада жүрген кезде, опять же,
Қытайдың өзі береді ма или менде рамка болмады ма, то есть клиент артынан келеді. Шетелге өзім шетелде боламын, шетелде реклама жасаймын, и соответственно клиенттер келеді. Шетелде жүремін, машиналарды көрсетемін, соответственно клиенттер келеді, өзім ағайын, туыстар, достарым дегендей. Бірақ өзі менде цифра болған жоқ. Мен обороттың несімен қалтама салып, бір былай болды ол кезде. Плюс-минус, кәдімгі математика білесің, бірақ углубление жоқ та, жаңағы аренданың. Сіз определенно бір өзіңіздің қалауыңыздағы цифраға тапқан уақытта сумманы ары қарай өсе алмай қаласыз. Ары қарай план жасай алмайсыз да. План жасай алмайсыз не үшін? Өйткені цифра жоқ қолыңызда. Қайсысын, қай рычагты қозғалтамын мен мысалға? Жаңағы мен егер де сіздің мысалға жіберіп жатқан рекламаңыз не выгода болатын болса, мен айтпайтын едім. Рекламаңыз бір рычаг болып тұр. Осы рычагты қозғаңыз, мына рычагты қозғаңыз деп қай кезде айтамыз, когда бізде нақты бір көрініс пайда болған кезде, көрініс пайда болған кезде. Одан кейін нақты план болу керек, те. Мына уақытта мен мынаны істеймін, мына уақытта мен мынаны істеймін деген. Ақша сізге не үшін керек? Давайте осы мәселені тағы бір қозғап өтейік. Ақшаға байланысты. Вот мысалы 3 миллион теңге таптыңыз, иә? 3 миллион теңгені не істейсіз? Қайға жұмсайсыз? Қанша расходты сіз өзіңізге жұмсайсыз? Бағанағы айтып өткенімдей, осы карантинде қарызға кірдім дедім ғой. Қазір барлығын айына, қазір менде өзімнің үйімдегі жаңағындай расходтар бар. То есть тоже оған 700 мен 1 миллион аралығында кетеді. Одан бөлек барлығын қарызға жауып жатырмын. Соңғы уже қарызым 13 миллион теңгедей қалды. Соны жауып жатырмын, түскендей қалды. Өзіңізге? Өзімізге сол бағанағы 1 миллионның арасында қалады. 1 миллионның арасында ол таза өзіңізге ма или семьяға ма? Общий семьяға өзіме де ішіне келеді. Ол жерде қазір 600 мыңнан бөлек өзіме 400 мың теңгедей қалады. 600 мың теңге семьяға, 400 мың теңге 600-700 мың теңге семья кетеді. Өйткені дәрісі бар, басқасы бар, аренда бар, үйдің несі бар дегендей. Тоже жаңағы одан бөлек өзімнің жаңағы лечениелерім бар, айналып отыратын психотерапевтерім бар, фитнеске барып тұрамын деген. Соның барлығы сол миллион ішіне кіреді? Иә, 1 миллионға дейін. 1 миллионға дейін. Иә. Жақсы. Обучениелер өтіп отырамын. Жақсы, ол да жақсы. Қалған сумманы? Цифрға мен почему-то қашады екен, қазір мен қарап отырмын ғой. Бәрі жақсы, бірақ не үшін мен өзімнің иллюзиямда, и то сен өзің иллюзияңа кіргізбейсің адамдардың бетімен қағаз алсын, сен не білесің депші. И қазір уже инсайттар келіп жатқан. Жұмыста еркелемеу керек қой негізі, ол семья емес. Мүмкін сіз ерке өскен шығарсыз, бірақ жұмыста еркелеуге никак болмайды. Қазір осы маманнан осы кәсіпкерлікке өту керек болып тұр. Бұрын мен мысалы кәсіпкермін деп жүрдім, оказывается мен кәсіпкер емес, просто тестовый вариант MVP деп жүрдім да. Бұрын кезінде. Енді уже маман болып, уже кәсіпкерлікке уже енді қадамдар жасап жатырмын да. Жақсы, бірақ сіз әлі маманның деңгейінде жүрсіз, сіз өзіңіз ұрғатысқа барлаған. Мына сіздің қалауыңызда негізі маман болып тұрсыз негізі. Получается, қазір мендегі запрос бағанада масштаб емес, мен маманнан қалай кәсіпкерлікке өтемін деген запрос екен да, қазір уже енді түсіндім. Онда ол басқаша. Ол басқаша. Мен бағана бері біз сізді как маман ретінде оборотты өсіру болып жатқан. Кәсіпкерлікке өту деген енді негізі ол кезде уже команда керек болады. Команда керек болады. Сіз мынадан кеткен уақытта сіздің тура осы объемыңызды команда жасап кету керек болады. Вот сол кезде ғана сіз кәсіпкерлікке өте аласыз. Одан кейін тағы мәселе ортаның әсері бар ол жерде. Орта қаншалықты кіммен вообще араласып жүрсіз, қандай ортамен араласып жүрсіз? Қазір менде одинокий болды дейді ғой. То есть қазір шақыратын жерге барасың, келесің, өзің жаңағындай демей өзіңе өзің жүре бересің, барасың, келесің болды. Ол да негізі сіздің бағана қашуыңыздың бір көрінісі ғой негізі. Анадан қарады, мынау кішкене жаңа Қазақстаннан қашып кеткен сияқты, бұл да достарыңнан қашу сондай. Максимально көрмей қойса, бірдеңе қойса, себебі барақта жағдайың қалай деген кезде өтірік айтуға тура келеді. Өтірік айтқың келмейді. Иә, нормально деп қойсасын, бірақ ішіне біліп тұрсың ғой, не нормально екен негізі. Сол үшін кішкене қашқалақтау ол негізі. Ол да нормально. Бірақ нормально дегенде қалай? Қалыпты жағдай, бірақ өсіру керек. Қалыпты жағдай, бірақ оны емдеу керек. Жақсы, қараңызшы. Қазір сіз айттыңыз маған 3 миллион теңге именно осы психология бойынша ғой. Сізде еще тағы айттыңыз 2 бизнесіңіз бар. 2 бизнес деген ол мен бизнес деп қарамаймын, просто ол жерде мен өзім нелерімді алып отырмын, өйткені менде бұрынғы базаларым бар. Жақсы. Ақша тауып отырсыз ғой жақтан? Ол жақтан бірақ көп емес, 500 мыңға дейін түседі. Екеуінен бір кезде 1 миллион, біреуінен. Так. И то ол бір айда.
бір айда бір кезде 1 миллион, бір кезде 2 миллион болып кетеді. Бір кезде 1 миллион, бір кезде 300 мың түседі дегенде. Бірақ нестабильный да. Бірақ ол как капать етіп отырады маған. Белгілі бір базаларын жауып отырамын, то есть потребностьтарымды жауып отырамын. Сіз оған фокус қоймайсыз ба вообще? Оған фокус қоймаймын. Вообще фокус өзіне өзі. Негізі іштегі қорқыныш, бірақ арасында ойлаймын, мен келіп тұрған зат не үшін мен қашып жатырмын дегендейші. Әлі де сұрайды шетелге жібер депші. Бірақ сол кезде мүмкін мен қарызға жауып жібергенде мүмкін өзімдегі жаңағыдай сезімдер болуы мүмкін, бірақ почему-то сол бизнестен қашып жүрмін. Бірақ қайтадан басуға болады, себебі маған айына кемі 10 адам жазады. Англияға жібересің ба, мынаған жібересің, өйткені бұрынғы база бар, бұрын қазір ютубтағы өзім бұрынғы видеоларым бар, содан келеді, содан жазылады. Сол WhatsApp арқылы келіп жатады. Оны полный алып бір компанияға сатып жіберсеңіз болмай ма? Сонда мен айналып жүрген. Данныйларын барлығын жібересіз. Видео көргендер сол жаққа қарай барады деген сияқты осылай істей салуға болмай ма? Базаны сатып па? Иә. Ой, идея келмепті ондай базаны сату деген. Бірақ почему-то келіп жатады маған. Солай келеді. Енді фокусыңызды алмаса окей, хорошо, бірақ онда как бір не ретінде көремін да, капать етіп отырады. Оған бір особо бірақ ол капать еткенде өсіруге болады. Бірақ почему-то өзімде ысырақ бар. Кірейін десем де бұрынғы вспоминание келе береді дегендейші. Қазір сол бойынша да психотерапевттермен жұмыс жасап жатырмын. Өйткені сол кезде бір ауыр шоктар болды. Жаңағы черный бар, белый бар, красный бар, бәрімен сол кездегі бір нестабильность дейді ғой. Өмірде қатты кризистар болды. Сол кездегі қиналулар қазір шығып жатады. Сіз сол әбден қорқып, сондай бір қиын моменттерден өтіп, андай көрпенің астына тығылып қалған сияқтысыз негізі. Сондай бір ощущение болып тұр да менде. И сыртқа шығуға кішкене әлі қорқыныш бар сияқты да. Бірақ сізді ешкім жемейді, ешкім тиіспейді. Сыртқа шығып көру керек сияқты. Сосын бағанағы... Иә, сіз түсініп тұрмын, бірақ мен сыртта жүремін, барлық жерде, бірақ осы окружение кіру, адамдармен баяғыда енді. Жоқ, сыртқа дегенде көшеге шығу емес, именно сол окружение түсініп. Окружение сол ортада жүр, иә, қашқақтайсың. Қазір қолым бос емес еді деп былай шығып кетесің. Мысалы маған осы разборға келетін кезде қазір 5-те назначение бір кездесуім бар. Қазір соны примерно 30 минутқа жылжытып отырып, қалай болады екен, больной сұрақтар болады деп ше, қашқақтап бана шығып қайтадан келдім де жоқ. Енді қазір жауабымен аяқтайтын болсақ, мен сізге не айтар едім? Бір жасаған қатені екінші рет жасамау. Ол біздің цифра. Ақыры сіз қазір көріндіп тұрсыз ғой. Бұрынғы ана бизнесімде цифра жоқ, мына бизнесімде цифра жоқ. Вообще негізі ондай болатын болса, ол бизнес деп қарауға да болмайды ғой негізі. Ол подработка ғой просто. Такси сияқты ма? Иә. Подработка. А если бизнес деп қарайтын болсаң, онда оған серьез қарау керек. Ең біріншіден сен оны бизнес деп қарайтынына сенім болу керек. Мынау менің бизнесім деп қарайтын сенім болу керек. Сенім бар кезде ғана сіз соған барасыз да. Сол үшін цифраға келу керек. Оцифровать ету керек. Каждое движение оцифровать ету керек. Прям каждое движение. Екінші мәселе финансқа байланысты. Мен ойлаймын, өзіңізге кішкене көбірек позволять етсеңіз. Өзіңізге позволять етсеңіз. Жалпы осы салаға емес. Таптыңыз ғой сумманы. Өзіңізге көбірек төлесеңіз. Жарайды, үйге көмектесіңіз басқа. Бірақ өзіңізге көбірек көмектессеңіз дұрысырақ болады. Не себепті? Ақша табуға деген желание болады. Ақша табуға деген ашылады желание. Мотивация болады. Иә. Ал сіз мысалға таптыңыз, біреуге бердіңіз, таптыңыз, біреуге бердіңіз. Сізде кайф болмағаннан кейін ишак болғың келмейді ғой? Болғың келмейді да. Соңғы не істейсің? Особо қатты. Қанағындай цифраларды сіз білесіз так-та негізі. Не үшін жасамайсың? Потому что ишак болғың келмейді. Көбірек табу үшін көбірек пахат ету керек. Көбірек пахат етсең, өзіңе түк разница жоқ та, ол плюс-минус разница жоқ. Сол үшін өзіңді награждать ету керек. Өзіңе жаңағыдай өзіңе сыйлық беру керек. Өзің кайф алу керек, кайфовать ету керек қой ақшадан. Вот сол кезде ақша табуға деген желание пайда болады адамда. А біздерде деген жаңағыдай пахат етіп табады, сыртқа шашады, басқа біреуге береді, өзіне бермейді бірақ. А бірақ ақшаны тауып отқан өзі да. Сыртта біреу беріп жатқан жоқ қой саған ақшаны, өзің ғой тауып отқан ақшаны. Сол үшін өзіңе жаңағыдай награждать етіп тұру керек. Сол мәселе. Тапқан суммаңды өзіңе жұмсап. Иә, оны барлығын емес, если сізде жаңағыдай қарыз басқа болатын болса, бірақ қазіргіден қарағанда
как минимум дейінші, как Больше минимум 2 есеге сіз көтеру керексіз. Ортаға кішкене көңіл бөлсеңіз. Себебі сіз информация алатын жер ол тек қана орта. Сіз қазір разборға келдіңіз, бір информация алдыңыз, кеттіңіз болды. А ортада сіз осы информацияны постоянно аласыз. Көресіз, қарайсыз деген сияқты. Соның арқасында сізде новый идеялар пайда болады. Мен сізде бағандан бері сұрап жатқаным, психологияға вообще қаяқтан келдіңіз деп. Сіз бұны біреуден көріп келдіңіз негіз. Біреуден көрдіңіз, қарадыңыз, идея ұнады. Уақыт өте келе, мына идея менікі деген бір шешім пайда болды. Бірақ ол идеясы негіз сіздікі емес еді, сіз бір жақтан қабылдап алдыңыз. Дәл осылай сияқты, жалпы негіз біз адам осылай жұмыс жасайды ғой. Орта осы үшін әсер етеді. Сізде қазір ортаңызды жақсартсаңыз, ертең жарты жылдан кейін болсын, бір новый бір идея пайда болды. Мен былай істесем екен деп. Бірақ ол қазіргі сіздің еккен дәніңіздің жемісі ғой. Ол еккен дән деген жатқанымыз жаңа ортаға да. Ортаға кішкене көңіл бөлсеңіз. Мысалға ішетін, шегетін балдармен араласып жүріп, ешқашанда басыңызға бір трезвый ой келмейді. Нормальный ой келмейді. Нормальный бір идея айтып қалсаң, достарың күледі, сондай да. Сондықтан ортаңызға кішкене көңіл бөлсеңіз. Сосын қалауыңызды кішкене дұрыстап шешіп алсаңыз, қалауыңызды. Не үшін вообще маған керек ол дегенше? Не үшін керек? Планыңызды дұрыстап четко қойып алсаңыз, себебі жаңа мен кішкене түсінбей қалдым, сіз бірінші цифраға келдім не дедіңіз, жаңағы маман ретінде бір қалауыңыз болды. Одан кейін біраздан кейін жаңағы маман емес, кәсіпкер ретінде қалайым дедіңіз, сондай нәрсе. Енді сізге қазір нақты көмектесетін нәрселер, қазіргі уақытта сіздің оборотыңызды көтеретін нәрсе, бағана айтқан екі нәрсе ғана, хотя бы мына жердегі. Негізі оборотқа әсер ететін, алдыңғы неде айтқан, оборотқа әсер ететін, көрермендерге те, оборотқа әсер ететін ол қазіргі уақытта үш нәрсе. Ол рекламаға жіберетін сумаңыз, сумманы көбірек жіберсеңіз, көбірек клиент келеді, соответственно, көбірек оборот болады. Екінші, ол сіздің конверсияңыз. 100 адам келді, 10 адам сатып алса, сіз мынандайға бас қатырасыз да, мен қалай енді 15 адамды сатып алатындай қылып жасаймын. Не үшін менде адам сатып алмай жатыр? Қалай мен 15 адамға сатып алатындай қандай жағдай жасау керекпін? Бұл конверсия. Үшінші мәселе средний чекті көтеру, бағасын көтеру. Бағаны көтеруге көп адам қорқады. Ол 3,5-нан сол 4 миллионға өткен сол чекті көтергенде болды ғой. Чекті көтердіңіз, оның өзінде де қалай болады екен деген сияқты болды. Чекті көтеру ол ондай необоснованно көтеру емес. Ойланып, бүгін 20 мың теңге, давай ертең 40 мың теңге емес. Сіз какой-то бір жағдай қосып беру керексіз, оған жағдай жасап беру керексіз, бір улучшение беру керексіз қасына. Сол кезде ғана сіз көтере аласыз, отырып көтеруге болмайды. Құнға құндылық қосып. Сіздің құндылығыңыз да көтеріледі. Құндылығыңыз көтеріледі, құны көтеріледі. И соответственно, сіздің жұмысқа деген желаниеңіз пайда болады да. А біздерде көп адамдар чекті көтере алмайды. Чекті көтере алмайды, одан кейін көп клиентпен майда чекпен жұмыс жасайды дағыны бір күні жұмыстан желаниясы кетеді. Уже ары қарай жасағысы келмейді. Сосын не болды дейді, сосын өзінен кінә таппайды. Не дейді, барады дағыны жұмыстан. Мынау кәсіп менікі емес, мынау кәсіпте түк пайда жоқ, бірдеңке деп әйтеуір бір минустарын тауып болады. Сондықтан ақыры оборотты көтергілеріңіз келсе, осы үш факторға назар аударсаңыздар, ең басында хотя бы осыларда болады. Сол жалпы Жәке, енді өзіңіз не түсіндіңіз, жалпы келгеніңіз дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, плюс алдыңыз, алмадыңыз, и нені өзгертесіз егер де плюс болатын болса? Біріншіден қазір шынымен окружение деген нәрсе қатты тиді. Өйткені осыған дейін де орталарда жүрдім де, и қазірде жүріп жатырмын, бірақ через қашықтау арқылы кіріп кете салсын. И окружениені қазір қолға алу керек. Осыны тағы да түсініп жатырмын, себебі сол ортаның белгілі бір нелер, эффекттер тиеді, энергиясын аласың дегендей. Екінші жағдай, маманмен уже кәсіпкерліктің ара жігін ажыратып алуым керек. Мен қазір не рыба, не мясо болып жүргенмін да. Өткен бұрынғы жаңағы вспоминанияда мен кәсіпкер болып жүрдім дедім, бірақ қазір сол кезде кәсіппен айналыстым. Бірақ ол кезде андай қалып не болған жоқ, цифрлар болған жоқ, басқалар болған жоқ. Қазір енді уже маман емес, лучше маған психологтарды, психотерапевттерді алып, мен соларға делегировать еткенім, маған побольше, маған жақсы делегировать етіп,
маркетинг жағын, отдел продажды құрып деген. Больше уже сол саланы көрдім, уже сол саладан өзімді шығарып, сол орындарға өзім сияқты немесе өзімнен де мықты мамандарды қойып, уже солар басқарған клиника ретінде осы инсайттарды алып жатырмын. И одан кейін жалпы өзіңізбен сөйлесу арқылы жалпы бизнеске деген көзқарасты түсіндім да, кәсіпкерліктің белгілі бір жаңағыдай мышлениесі осындай болады екен деп. Біз қазір мен былай сөйлемесем де өзімнің ішімде уже қайнап уже кетіп жатырмын, былай депші. Бірақ осы уақытқа дейін қазір бағанада айтқандай осы разборға келетін кезде де менде сопротивление болды. Бірақ менде бір үйде жатқан кезде болды, жоқ, мен келіп уже шығуым керек, өйткені екі жерге шықтым, қазір де шығып жатырмын ютубқа, одан кейін де шығамын да, чтобы надо проявляться, өмір опасно емес, наоборот, надо көп шығу керек, көп құндылық беру керек дегендей. Сол жалпы осы плюс жағы. Енді минус жоқ. Алла разы болсын сізге алғысым білдіремін. Біраз нәрсені қазір уже өзім түсінгеніммен, бірақ практиканы жасап түсінген екі бөлек екен да. Вот, енді сізге практика жасау керек қой, осыған байланысты. Өйткені RNP, жаңа айтып жатқан RNP, жаңа көп курстар аласың, сол адамдармен жұмыс жасайсың. Бірақ по факту келген кезде қорқып отырасың. Негізі осы RNP-ді бізде ортада кәсіпкерлер айтып жүргеніне өте көп уақыт болды ше. Қақсап айтып жатыр. Бірақ әлі күнге шейін ешкім істемеген соны ше. Әлі күнге шейін. Енді осы сөз ары қарай да қалып қалмаса екен деп жатырмын да. Ары қарай да құр сөз болып қалып қалмаса екен. Сіз хотя бы осыны қолданыңыз. Құрметті көрермендер, сіздер де бұны негізі бұрын естідіңіздер деп ойлаймын. RNP таблица жалпы цифраға байланысты көп нәрсе естідіңіздер. Бірақ қолданбадыңыздар. Егер де қолданбасаңыздар, иә. Бірақ әрі қарай да қолданбауға болады деген нәрсе емес бұл. Сіз қолданбасаңыз, бұл проблема постоянно қала береді. Сіздегі мысал, бұрын оцифровать етпедіңіз, бұл сіздің проблемаңыз әлі келе жатыр да. Сіз ары қарай өсе алмайсыз онымен. Олсыз өсе алмайсыз. Сол мәселе. Сосын сіз әке-шешеңізбен тұрасыз ба? Бөлек тұрасыз, иә? Әке-шешеңіз бөлек тұрады. Бөлек тұрады. Атаңыз қазір бар жоқ? Ата-әжем жоқ. Ата-әжеңіз жоқ. Жақсы. Әкеңіз сізді қандай болған қалап еді? Әкем ба? Милицияға түстеді ғой деймін, қателеспесем. Сондай көрді ғой деймін. Қазіргі жұмысыңызға көңіл тола ма? Көңіл толады, көңіл тола ма? Қазіргі именно істеп жатқан, иә? Қазіргі. Шетелде жүрген кезде? Шетелде, бірақ қазір осыған негізі государство түс деп айтқан. Одан кейін қазір лучше өзім факаптарымды көргеннен кейін лучше шетелге кетіп, Кореяға кетіп жұмыс жаса дейді. Кореяда сен 1,5 миллион теңге айлық аласың, сол жерде саған более нормально деп ше. Бизнес деген бір күн бар, бір күн жоқ, там не істейсің жоқ. Осылай күнде звондайды, коллекторлар звондайды деп ше. Жалпы сондай интерестер болды. Бизнес жасасаң, қасиаққа кіріп кетесің деген сияқты ғой. Қасиаққа кіріп кетесің деп. Қазір менде мүмкін бағана айттыңыз ғой, дәлелдеу әкеге шығар. Мен әкеге дәлелдеп, жоқ, ол бизнес деген ол. Соған келе жатырмын ғой. Өйткені сізде қанша ойландым, мүмкін ол емес шығар, ол бірақ. Әлі күнге шейін сізде андай өзіңізге төлемеудің де бір көрінісі болса да, сіз өзіңізді ұмытып сырт жақта жүрсіз де әлі ше. Сырт жақта жүрсіз де. Анаған дәлелдеу, мынаған дәлелдеу деген сияқты бір сондай бір не байқап қалдым да. Енді мен ол саланың маманы емеспін. Жобасын білсем де, мен ол саланың маманы болмағандықтан мен ол жаққа ары қарай кіре алмаймын. Бірақ примерно осындай бір не бар сияқты. Оны енді өзіңіз мамандармен көресіз. Біздікі тек қана сізге қазір көрген қателерді айту, и сіз қалаған нәтижеге әйтеуір тезірек жету, нақты көрсету. Сол Жәке, рахмет сізге келгеніңізге, қонақ болғаныңызға. Сіз енді бізде бір ерекше қонақ болдыңыз. Бағана айтқан кезде кәдімгідей деп таңғалып қалдық. Құрметті көрермендер, бүгінгі эфиріміз осымен аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Тағы да айтарым, астында сілтеме бар. Егер де келесі шығарылымдардың қонағы болғыңыз келсе, сол сілтемені толтырсаңыз болады. Біз қарап көреміз. Және де соның ішінен бір кісіні таңдап аламыз. Осы выпуск сіздерге қалай болды жалпы? Ұнаса, астына комментарий қалдырыңыз, міндетті түрде каналға жазылыңыз. Алдағы уақытта әлі керемет шығарылымдар болады. Сау саламатта болыңыздар.